Назерке, келіңіз. Назерке келмеді. Білмеймін не үшін келмеген, бірақ біз кездескенбіз. Шайғасыңыз. Кездесу болды ма? Негізі кеше кездескен болатынбыз. Сіздің фото-видеоларыңыз бар білуімше. Негізі бар, Өте көп еңбек кетті деп естідім. Барынша тырысып, дайындалып, жасап әкеліпсіз. Енді еңбегіңіз зая кетпесін, көріп алайық, Көрейік. Бұрылып қарап үлгермедім. Аяқталып қалды ғой. Бітіп қалды, мен де үлгермедім, сол бүйтіп жатқан бітіп қалыпты уже. Сіз де үлгермедіңіз. Кездесіп үлгердіңіз бе әйтеуір? Негізі кездестік, бірінші келген күні мен айтқан болатын жолайық деп. Бірақ менің жұмыстарым бар деді. Жарайды дедім. Жоқ, әңгімелерден байқайсың ғой, просто қызығушылық мүлдем жоқ та үміткерге деген. Мен ойлаймын, ойы мүлдем айдалада басқа адамда сияқты. Содан кейін де сенде ол қызығушылық болмайды үміткерге деген. Айдана? Баласы ханым, енді Тимурдың сөзінің жаны бар сияқты да. Мен осы уақытқа дейін қанша видео көрдім да, бірақ дәл осындай бақытсыз үміткердің түрін көрмеппін, шын айтайыншы. Соншалықты видеода мұңайып тұрған қызды көріп тұрмын да, несімен ренжітіп қойды екен деген ой келіп тұр. Мен сенімдімін, бар ғой, бір 100% сенімдімін, кінәнің барлығы Ғалымжаннан екеніне ше. Өйткені қыз деген сонша үміттеніп келді, Ғалымжанмен танысайын деп сырттай ұнатып келді ғой, бірақ та бір нәрсе түрткі болды ғой, демек осындай видеоға түскенде де түрі осындай болып тұр, салқын жауап беруінің де бір мәні болып тұр да. Ал бірақ Ғалымжанның сөзіне қарасақ, тек қана қыз ғана кінәлі, Ғалымжан бір сүттен таза судан таза сүттен ақ адам сияқты болып тұр. Баласыған айтам да енді. Назеркенің өзі біздің редакциямызға аудио жазба жолдаған екен. Бәлкім сол жерде айта жатар не себепті келмегенін тыңдайық. Қайырлы күн, бүгін мен эфирға бармайтын болдым. Ғалымжанның қандай екенін өмірде көрдім. Телевидениеда да басқа адам, өмірде басқа адам екен. Кеше только эфир үшін ол видео түсіруге келді, бірақ қасына нөкерлерін ертіп кепті. 2-3 күн көңіл бөлмей стримда билеп, Шакира ұқсап отырды. Сол үшін мен уақытымды босқа кетіргім келмейді. Сол үшін мен бүгін эфирға бара алмаймын. Баласыған Мәселенің барлы Ғалымжан өзіңізде деп жатыр. бір нөкер ретінде сөйлейші, бір нөкер менем кеше жанына барған. Негізі білмеймін енді ол қызға. Бұған дейін Ғалымжан не істеп қойған кеше, бірақ Ғалымжанның тарапынан бір ешқандай да бір менсінбеушілік ештеңе болған жоқ. Керісінше ол қыз келді, не істейік, киноға апарамыз, тамақ ішеміз ба, не істейік, бәріне жоқ деді. Оған дейін Шакира ұқсап билеп ренжітіп қойған ба, оны білмедім, бірақ ол не істегенді, бірақ кеше ана қыздың бойынан бір суықтық байқадық. Енді әдем видео маған түсіріш деді, мен видео түсіріп жатырмын, уже камераға қарамайды да ол қыз. Одан кейін мен түсірмей қойдым. Абылай түсіріп берді видеоны. Екінші нөкер Абылай да жаңағы. Абылай. Бұл енді қандай видеоның барлығын әдем қылып шығаратын. Абылай түсірген видеоның өзі осындай болып қалып тұр. Ода қыздың кінәсі деп ойлаймын мен негізінде. Бізге келген бір мейман бар екен. Не айтарын білейік, енді мен әзірге білмедім. Өзін шақырайық, келіңіз. Кімге келді? Кім нені ойлап отыр? Сол себепте енді Гала жасым 28-де болса да негізі бір кішкентай баланың әңгімесін істеп отырсың, негізі іс әрекетін деген сондай бір. Нұрсұлтан осы уақытқа дейін вообще пікір таласқа араласпайтын еді. Перизаттың анасы ұнатқан еді, что-то маған тисе бастады да, не үшін екенін білмеймін. Перизаттың анасының жағдайын сұрады ма бауырым? Сұрадым ба? Мен сұрақ қоясам бол ма? Көрдіңіз Балауса ханым, бұл уже сөзден ұтылып бара жатқаннан кейін не айтарын білмей уже. Тыңдайықшы, не болды тіпті Ғалымжан, не деп жатсыз? Жоқ, дұрыстан айтамын да, мен бір Перизаттың анасы ұнатып қалған, мен не кінәм жоқ қой бауырым, не үшін маған сол сәттен бастап, не үшін маған қадалып жүрген. Жоқ, кімге не айтып жатсыз деп жатқаным ғой, камераға қарап. Экран ар жағында отырған Перизаттың анасының жағдайын бір сұрақ қойсам ба деген ғой. Гала, айналайын, сен қолдап сұрасаңыз өзіңіз білесіз енді. Енді дұрыс қой, енді қал жағдайын сұрақ қойын деген ғой. Енді Балауса ханым санасы соған... Енді айта беріңіз. Бастасаңыз.
ешкім сізді кедергі болып саламатсыз жатқан ба, жоқ. қалайсыз? Перизаттың анасы. Маған жылы көріндіңіз негізі. Жағдайыңыз қалай өтті, бәрі дұрыс па? Қатысушылар бір садикте отқан сияқты әрқайсысының аузын жабу қиын болды. Балалар